Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі қалалық вебинарымызға қош келдіңіздер. Робототехника және математика заманауи білімнің тоғысуы. Бүгінгі вебинарымыздың спикерлері ол 2-ші мектеп гимназияның математика пәнінің мұғалімі Төлебаева Ольга апай және информатика пәнінің мұғалімі Баймединова Әйгерім Нұрланқызы. Робототехника Spike Prime әлемі элективті курсы 7-8 сынып оқушыларына арналады. Бағдарламаның негізгі мақсаты оқушыларды Lego Spike Prime жиынтығы көмегімен робототехниканың негізгі қағидалары мен тұжырымдамаларымен таныстыру. Және де Lego Education Spike бағдарламалық жасақтамасымен олардың бағдарламалау дағдыларын қалыптастыруға, сондай-ақ әртүрлі жобаларды жасауға қабілетін дамытуға бағытталған. Енді бағдарламаның міндеттері осы мақсатқа жетудегі роботтардың әртүрлі түрлерін зерттеу, олардың сипаттамалары мен жұмыс принциптерін түсіну, роботтық жүйелерді бағдарламалау және басқару дағдыларын дамыту, Lego Spike Prime Education жабдықтарын пайдалану дағдыларын қалыптастыру. Бағдарламаның негізгі мақсаттарының бірі ол Lego Education Spike бағдарламалық жасақтамасының тиімді пайдалана отырып оқушылардың алгоритмді құру және роботтарды автономды жұмысына арналған бағдарламаларды әзірлеу қабілеттерін дамыту, және де робототехника жинағының мүмкіндіктерін бағдарламалық жасақтамамен бірге пайдалану, әртүрлі жобалық жұмыстар жасау үшін қажетті дағдыларды дамыту, оқушыларды оқу және анықтамалық ресурстар мен өз бетінше жұмыс істеуге үйрету болып табылады. Енді күтілетін нәтиже осы Lego Spike Prime жиынтығын қолдана отырып, оқушылар түрлі механизмдер мен құрылғыларды құрастыра алады, роботтарды жинақтай алады, сенсорларды, моторларды орнатуды және оларды басқаруды үйренеді, роботтарды бағдарламалауды және визуалды бағдарламалау тілін жазуды үйренеді. Сонымен қатар роботтарды құрастыру барысында инженерлік шешімдерді қабылдап, инновациялық идеяларды іске асыруға болады. Курстың мазмұны 6 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім робототехника және бағдарламалау негіздерімен танысу, екінші бөлім робот құрастыру және қозғалыс, үшінші бөлім негізгі сенсорларды қолдану, төртінші бөлім бағдарламалау және алгоритмдер, күрделі робот жобаларын жасау, роботтармен сынақ және жарыстар.
Яғни оқушылар басында жаңағы робототехниканың негізгі мүмкіндіктерімен танысады, жеке-жеке жаңағы датчиктермен, моторлармен қалай жұмыс жасауды танысады, бағдарламалау және алгоритмнің шарттарымен және программалауды үйренеді. Одан кейін барып уже біз оқушыларды жобалар жасауға, яғни жарыстарда қатыстыруға, жарыстарға арналған роботтарды қалай құрастыру керек, сол туралы үйрете аламыз. Мен Сингапур мемлекетінен іс тәжірибе алмастым. Осы іс тәжірибе осы Lego Spike Prime роботы бойынша және де осы жерде алған білімімді жаңағы элективті курсымда қолдандым. Сол жерге өзім енгіздім. Жалпы Spike Prime роботына тоқталсақ, бұл Lego Education компаниясының STEM бағытындағы оқу құралы. Яғни әсіресе мектеп оқушыларына ғылым, технология, инженерия және математика STEM дағдыларын дамытуға арналған. Бұл робототехника мен бағдарламалауды үйренуге көмектеседі. Және Spike бағдарламасын тиімді қолдану үшін келесі тәсілдер ұсынылады. Яғни бірінші бағдарламалауды үйрену, бұл информатикадан мұғалімдер біледі, Scratch бағдарламасына өте ұқсас. Келесі робототехниканың негіздерін түсінеміз, яғни әрбір элементтерін мотор, датчиктен танысамыз, STEM жобаларын құруға, одан кейін командалық жұмысты дамытуға, яғни робототехника негізінен осы командалық жұмыста жұмыс жасауда оқушыларды жақсы бейімдейді, яғни бір-бірімен түсінуді, командада қалай жұмыс жасау керек екендігіне толығымен бейімдеп командада жұмыс істеуді қалыптастырады. Инженерлік дағдыларды дамытады, яғни оқушылар өздері дайын мысалы жобаларды құрастыру арқылы ары қарай өздерінің инженерлік дағдыларын дамытып, өздері басқа да креативті түрде басқа роботтарды жасай алады. Креативті ойлауды дамытып, ары қарай тәжірибемен сынақтардан өткізу арқылы түрлі робот жарыстарына қатысуға болады. Енді жаңағы Spike Prime'ның негізгі элементтеріне тоқталып өтсем, негізгі ол легодан тұрады, және де ең негізгі элементі бұл хаб, яғни смарт хаб деп айтады. Былайша айтқанда роботтың миы. Келесі кіші мотор, одан кейін ортаңғы мотор, немесе үлкен мотор деп айтамыз. Келесі бұл жаңағы датчик, түстерді анықтауға арналған датчигіміз. Келесі ультразвук датчик, яғни расстояние, арақашықтықты анықтайды. Келесі жанасу датчигі, одан кейін бізде зарядка, немесе жаңағы мына хабты компьютерде жазған бағдарламамызды осы хабқа жүктеу үшін осы бізге USB қажет болады. Енді сабақ барысында қолдануы, оқушылар сабақта жобалау процестерін әр қадамына назар аударады, проблеманы анықтайды, прототиптерді жасайды, тестілейді, оны бағалайды. Сосын қорытынды сабақта оқушылар осы қадамдардың барлығын біріктіріп, жоба құрастыра алады. Енді сіздерге осы практикалық жұмысты көрсетейін. Мысалға, бұл жерде блока деп аталатын роботты құрастыру. Ол үшін не істейміз?
Ең бірінші Lego Spike Prime деп интернетке жазып, осы бірінші тұрған сайтқа кіреміз. Яғни бұл осы Lego Spike Prime'ның негізгі официальный сайты. Осы жерде Spike Essential және Prime дегені бар. Біз осы Prime'ға кіреміз. Сайтта негізгі беті мына жерде учебные задания деп тұр, яғни әрбір жаңағы айтылып өткен датчик моторларға байланысты жеке-жеке түсіндіріп, осы жерден жаңағы программалардың түсініп алсаңыздар болады. Яғни қарасаңыздар, мына жерде мысалы когда запускается программа, ары қарай не істеу керек, мысалы жаңағы сенсордың бетінде қандай изображение, отражение деп қой, сурет шығу керек, соны қосуыңызға болады. Яғни әрқайсына жеке-жеке осылай танысып, оқушылармен бірге өздеріңіз жұмыс жасасаңыздар болады. Яғни бұл Lego Spike'тың бір үлкен плюсы десем болады, барлығы осы сайтта дайын тұрады. Енді келесі мына жерде модели деген бар. Модели дегенде, яғни бұл жерде жаңағы блоха деген ғой, блохамыздар, басқа да мысалы захваты, түрлі неше түрлі проекттер бар, жобалар бар. Осы жобаларды таңдап, кез келгенін жасасаңыздар болады. Және мен интенсивті курсында осылардың бірнешеуін көрсеттім, қосылуын. Қазір міне біріншісін көрсетемін, мысалы блогада осылай кіресіздер, бұл оқушыға да, 4-ші сыныптың оқушыларына да, сыныпта 7-8 емес, 4-3-ші кластың оқушылары да бірінші қадам, екінші қадам, яғни алгоритм бойынша дайын жаңағы леголарды алып, не істейміз, құрастырамыз. Яғни мынау әрбір этаптары бойынша көрсетіледі. Ары қарай уже біз моторға жалғап, қай моторларымызды дұрыс порттарға жалғау арқылы келесі қадам уже бізде программасын құрамыз, яғни модельдерді жасау түсінікті, ары қарай программасын құрамыз. Программасын құру үшін осы курсы дегенді басамыз. Осы жерде енді бұл моторды қалай ары қарай жалғастырамыз. Бізде тіпті 30-35 минут, яғни жаңағы құрастыруымызға 30 минут кететін болса, 30-35 минут, енді программасына 30-35 минут кетеді. Яғни әрбір бір робот бір жоба жасау үшін бізге 2 сағат уақыт кетеді. Неке, мына жерде движение дегені бар, яғни осыларды ең бірінші осыдан бастаймыз. И ары қарай моторларымыздың қозғалысын өзімізге қанша оборот керек, градус бойынша, сантиметр бойынша соны қойып шығамыз. Енді мынау блоханың несі, программасы осылай болады. Мотор E және F моторлары 50 скорость, жылдамдығы 50 арқылы 3-2-1 деп отражение болады. Сол неден кейін алдыға қарай 10 секунд бойы қозғалып жүреді. Барлық қалған нелерді де осылай жасауымызға болады. Сонымен қатар осы жерде жарыстарға арналған нелері бар. Көрсетейін. Яғни бізге танысып, осы линия бойынша жүруге, қара линия бойынша жүру үшін программаларды қалай құрастыру керек, әрбіреуінің жеке-жеке сағат бойынша жазылған. Жалпы осы сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Түсінікті ма? Пайдалы болды ма?
кері байланыс беріп жүрсеңіздер. Жақсы, егер де сұрақ жоқ болса, онда біз ары қарай жалғастырайық. Келесі сөзді әріптесім Орынгүл апайға береміз. Әріптестер, бүгінгі вебинарымыздың тақырыбы квадрат теңдеулер. Элективті курс тақырыбым осы болатын. 24 сағаттық, аптасына 1 сағаттық квадрат теңдеулердің білім деңгейін көтеру жұмыстарында оқушылардың ақылы мен ойы толысқан, жан-жақты дамыған, шығармашылық еңбекке қабілетті, туындаған мәселелерді дұрыс шеше білетін, өз бетінше білім алуға әзір дара тұлғаны әзірлеу бүгінгі таңда білім беру салаларына қойылған негізгі мақсат. Квадрат теңдеулерді шешуде бағдарламаға сай бірқатар міндеттерді жекеленген тақырыптарды неғұрлым тереңдете отырып оқыту болып табылады. Бұл вебинардың мазмұны квадрат теңдеулерді шешу жолдары, модулі бар теңдеулерді шешу, квадрат теңдеулердің түбірлерінің коэффициенттері бойынша табу, квадрат теңдеулерді пайдаланып мәтінді есепке шығару, симметриялық теңдеулер, қосымша айнымалы енгізу арқылы квадрат теңдеулерге келтіретін теңдеулер. Квадрат теңдеудің түбірлерін шешу жолдары көп. Көбейткіштерге жіктеу арқылы, толық квадратқа келтіру арқылы, формула арқылы шешуге болады. Биат теоремасын пайдаланып шешу, квадрат теңдеудің коэффициенттерін, қасиеттерін қолдану коэффициенттерін. X квадрат болғандықтан дәрежесіне қарап нақты түбірі екеу немесе 1/2 түбірі бар екенін білеміз. Дискриминант теріс сан болғанда нақты сандар жиынында шешімі жоқ, ал комплекс сандар жиынында 2 түбірі барын білеміз. Енді модулі бар теңдеулерді шешкен кезде x квадратты модулі ол x квадратқа тең екенін білеміз. Бір мағынаны береді. Ax квадрат плюс bx модульдің ішінде тең минусы 3 жағдайды қарастырамыз. Болған жағдайда бірінші с оң сан немесе 0-ге тең болған кезде бұл теңдеудің түбірі жоқ. Екінші жағдай с 0-ге тең болған кезде болымсыз квадрат теңдеу шығады. Бірінші түбірі 0 болса, екінші түбірі минус бөлінген а. Үшінші жағдайда с теріс сан болған кезде ax квадрат плюс bx плюс с тең 0, ax квадрат плюс bx минус с тең 0 теңдеуін шешеміз. Екінші, ax квадрат плюс b модульдің ішінде x плюс с тең 0 теңдеуін шешкен кезде екі жағдайды қарастырамыз. X үлкеніне тең 0 болғанда ax квадрат плюс bx плюс с тең 0 теңдеуін шешеміз. X теріс сан болған кезде ax квадрат плюс bx минус с тең 0 теңдеуін шешеміз. Енді модулі бар теңдеулерге бір мысал, 2x квадрат минус 3x плюс 1 модульдің ішінде тең x минус 1. Сол жағы толық барлығы модульде болғандықтан, оң жағы 0-ден үлкен немесе 0-ге тең шартын қанағаттандырады. Сол үшін модульдің іші оң сан деп, модульдің іші тең x минус 1-ге деп бірінші жағдайды қарастырып шешеміз. Ол кезде x тең 1-ге тең болды. Яғни шартты қанағаттандырады. Екінші жағдай модульдің іші тең теріс сан деп, минус шақшаның ішінде x минус 1 деп шешеміз. Ол кезде болымсыз квадрат теңдеу шығады. Бірінші жауап 0, ол шартты қанағаттандырмайды. Екінші жауап 1-ге тең. Яғни жауабы 1-ге тең болады. Келесі. Енді коэффициенттеріне қарап квадрат теңдеуін шешу.
егер бірінші коэффициент, екінші коэффициент және бос мүшеміз нөлге тең болғанда, онда квадрат теңдеудің бірінші түбірі 1-ге тең, екінші түбірі с бөлінген а-ға тең. Мысалы, 2х квадрат минус 3х плюс 1 тең 0 коэффициенттердің қосындысы. 2 минус 3 қосу 1 0-ге тең, демек бірінші түбірі 1-ге тең, екінші түбірі 1 бөлінген 2, 2-ден 1-ге тең. Енді мәтінді есептер. Квадрат теңдеудің көмегімен мәтінді есептерді шығару. Мәтінді есептерді шығарған кезде бірінші дұрыс оқып алу керек. Содан кейін жаңа теңдеуді дұрыс құра білу керек. Тракторшылар бригадасы 180 гектар тың жерді жыртуға тиіс еді. Олар күндік норманы 3 гектарға артық орындап, жұмысты белгіленген уақыттан 2 күн бұрын бітірді. Бригаданың күндік нормасы қандай және жұмысты неше күнде орындау керек? Жұмыс жоспар бойынша белгіленген 1 күндік норманы x гектар деп белгілесек, кестесін құрамыз. Жоспар бойынша жердің ауданы 180 болса, 300-дегі 180. Күндік норма жоспар бойынша x гектар болса, іс жүзінде x қосу 3 гектар болады. Уақытта жоспар бойынша 180 бөлінген x болса, іс жүзінде 180 бөлінген x қосылған 3. Енді бұл жерде уақыттарды теңестіреміз. 180 бөлу x пен 180 бөлу x қосылған 3-ті теңестіру үшін оң жағы 2 күн бұрын бітірді. Яғни сол жағы 2 күн кеш бітіргендіктен оған -2-ні сол жағына қоямыз. Сонда рационал теңдеу шығады. Ортақ бөлімді келтіреміз. Ортақ бөлімге келтіріп бөлімін тастаймыз. Бөлімі тең емес 0-ге, тең емес -3-ге деп, алымын теңестіріп кеткенде квадрат теңдеу шығады. Оның бір жауабы -18 болса, екінші жауабы 15 шығады. Сонда жоспар бойынша күндік норма 15 гектар болғаны. Содан кейін екінші амалда енді бұл қанша күнде бітеді? Яғни екінші амалда 180-ді 15-ке бөлеміз, 12 күнде бітеді екен. Келесі симметриялық теңдеулер. Коэффициенттері бірдей теңдеулерді симметриялық теңдеу дейміз. X-тің 4 дәрежесі плюс x-тің кубы минус 4x квадрат плюс x плюс 1 тең 0 теңдеуін симметриялық теңдеу деуге болады. Бұл теңдеуді шешпес бұрын екі жағында x квадратқа бөліп жібереміз. Сол кезде x квадрат плюс x минус 4 плюс 1 бөлінген x плюс 1 бөлінген x квадрат тең 0 теңдеуі шығады. Енді топтастырамыз. X квадрат плюс 1 бөлінген x квадратты бір жақшаға қосылған x қосылған 1 бөлінген x екінші жақша азайту 4 тең 0 теңдеуін аламыз. Енді бұл теңдеуде x қосылған 1 бөлінген x-ті y деп белгілейміз. Енді екінші мына жақшаны табу керек. X квадрат плюс 1 бөлінген x квадратты табу үшін мына берілген енгізгенімізді квадраттап жіберсек, сонда x квадрат плюс 1 бөлінген x квадрат тең y квадрат минус 2 болады. Енді жаңағыны орнымызға қоямыз. Мына теңдеуді y арқылы өрнектегенімізді. Y квадрат минус 2y плюс y минус 4 тең 0 деген жаңа теңдеу аламыз. Оны ықшамдап келтірілген квадрат теңдеуді бетпен шығарсақ, қосындысы минус 1, көбейтіндісі минус 6 болатын, минус 3 пен 2. Енді осыны y-тің орнына қойып, x-терді табамыз. Минус 3-ті қойып шешкен кезде, x квадрат плюс 3x плюс 1 тең 0 теңдеуінен дискриминант 5-ке тең болып, бірінші, екінші түбірі минус 3 плюс минус түбір асты 5 бөлінген 2 шығады. Екіншісінде 2-ні қойған кезде келтірілген квадрат теңдеу шығады. Үшінші жауабы 2 бірдей жауап шығады, 1-ге тең. Сонда бұл теңдеудің жауабы минус 3 плюс минус түбір асты 5 бөлінген 2 мен 1 шығады. Енді келесі қосымша айным алып енгізу арқылы квадрат теңдеуді шешу соңғы мысалымыз. X квадрат плюс x плюс 1-тің квадраты минус 3x квадрат минус 3x минус 1 тең 0 теңдеуін шешкен кезде минус 1-ді жаңа жазамыз, минус 3 қосылған 2 деп жазуға болады. Солай жазып аламыз. Содан кейін минус 3-ті жақшаның сыртына шығарып, x квадрат плюс x плюс 1 квадраты минус жақшаның ішінде x квадрат плюс x плюс 1 жақша жабылған қосылған 2 тең 0 теңдеуін аламыз. Енді x квадрат плюс x плюс 1-ді т деп енгізсек,
жаңа теңдеу шығады, x квадрат минус 3x плюс 2 тең 0 деген келтірілген квадрат теңдеу шығады. Қосындысы 3 болатын, көбейтіндісі 2 болатын, 2-нен 1. Енді осы 2-нен 1-ді жаңағы x квадрат плюс 3x плюс 1 тең 2 деп орнына қойып шешкен кезде минус 1 плюс минус 1 асты 5 бөлінген 2. Екіншісіне 2-ні қойып, екінші теңдеуге 1-ді қойған кезде келтірілген квадрат теңдеу жауабы 0 мен минус 4 болады. Сонда жауабы минус 5 плюс минус 1 асты 5 бөлінген 2, содан 0 және минус 1 деген жауаптар шығады. Осы элективті курс бойынша осы тақырыптар болды. Тағы да басқа есептер бар, квадрат теңдеуге көптеген жаңа айнымалы енгізуге қаншама есептер бар. Назарларыңызға рахмет. Осындай сабаққа қатысып, бүгінгі уақыттарыңызды бөліп қосылғандарыңызға мың да бір рахмет.